Сіздер қандай жұмыс жасап жатсыздар? Мына кісіге представить етіңіз ақпарат. 这是县城的代表。县城代表，他来问您在这个地方干啥呢？准备干啥的？种地嘛，说种地打井，打井。 Қандай жұмыс жасағалы жатсыздар? Не істегелі жатса жалпы? 你种啥的？知道他们说。жеміске келеміз дейді. Жеміске келеміз, иә? Жерді кімнің несі бұл жерді? Кім сатып алған? Бұның мердігері кім? 这个地谁给的？我们通过投标自己投的。竞标，那个政府竞标嘛，那是省的。Өскемен. Шығыс Қазақстан облыстық жер комитетімен облыстық әкіммен келісіп алдық. Жоқ, қалай алды сонда? Оны кім алды? Бастығы алады. Жоқ, бастығы кім? Аты жөні бар ма? Не, лауан Жаусанның. Қандай ТО, не нәрсе? Не лауан. Солиджи. Сүн деген. Бастығы, е? Иә. Ал фирманың аты қандай? Бұңсы Жаусанның. Оны опырдың. Оны білмеймін. Білмейді? Жерді Қытай алып отыр ма? Қытай алып отыр. Қытай алып отыр, е, бұл жерді? Сонда Сұн деген, е, бастығы? Қанша мың гектар жер алды? Дошау му дейді? 7000公顷吧。 7000亩左右。 7000公顷。 7000公顷。 7000 ша. 5000 ба, 7000 ба сондай. 5000. Енді осы жылы жәнегі чемішке екпексіздер, е? Биыл, иә. Күнбағыс егесіздер. Так, оны қалай егесіздер? 6000 гектар конкурсқа шығарылған кім берді бұны? Бұл жерге кім берді? Қай жерде, қай комиссия қарады? Бұл комиссия аудандық жер бөлім комиссиясы қаралды. Қай уақытта қарады ол? Қазір бізде комиссияда бұрында сұрайтын. Мысалы, Ринатқа жер бересің бе? Бұл Ринат ары қарай жүргізе ала ма? Қандай жағдай деді? Қазір ондай емес. Қазір жер комиссиясының депутаттары да бар, өзіңіз білесіз. Бұл жерде шкаламен, баня шкаламен жеткізеді. Жалпы конкурс өткізіледі. Енді ана судың арнасынан тас құмды алуға рұқсаты бар ма? Бар деді, маған сөйтіп айтты. Бірақ мен көрсетіп бер деп сұраған жоқпын. Тек көзім жеткізген. Алтын ғажбаттар осындай дүние екен дегенде мен жалпы сізде қандай да болсын вопрос возникать етті. Көзбен көрдіңіз бе? Пробелка жасап жатқан. Енді в любом случае айту керексіз. Алтын емес екенін докажите деу керексіз. Құрметті Тарбағатай ауданының тұрғындары, мен Тұғылаудың зейнеткері Құрманғали Берікбекұлы. Мен қазір өзіміздің ауылдың әкімшілік территориясында тұрмын. Тайжбен деген участок, мен Тайжбен деген өзеніміз. Мына жақта Зайсан көріп тұр. Мен осы негізі Тұғыл ауыл әкімшілігінің границасында тұрмыз, шекарасында. Енді мына жерге дейін біздің ауылдың малдары жекеменшік. Солар келіп жайылады, осы жерге дейін шығады. Осыдан ары қарай 29-ға дейін барады. Осы жайылымыз жерді қазір біздің өзіміздің ауданның әкімшіліктері жерді 6000 гектар жерді егіндік жерге беріп отыр. Соған енді біз тұрғылықты жер азаматтары малымызды қайда апаратымызды білмей отырмыз. Ал жергілікті өкілдер ешкім келмейді, ешкім құлақ асырмайды. Аудан әкіміне жиналыс өткізгенбіз. Ауыл шаруашылығы маманы отырды. Ауыл әкіміміз, депутатымыз отырды. Сол хаттама толтырып жібергенбіз. Осы комиссия мүшесі жерді қалай заңсыз берген, егістік жерге. Соның әлі шешімді бермей отыр. Сол себептен енді өз Қазақстан азаматтары өз ата-бабамыздың жерін, өзіміздің жерді қорғауға келіп қазір соның жыртысын жыртып жүрміз ғой. Шетелдік азаматтарына бермей, өзіміздің азаматтарға беріліп, өзіміздің бала шағамыз, ұрпақтарымызға қалдыруымыз керек қой. Иә, осындай бар ма? Шықты, е, фонтан болып шықты ма су? Шықты дейді су. Бірінші көруге келдік. Жоқ, қараңыздар, былай халық жиналуға мысалға болмайды. Осы жауапкершілік бар.
оны акиматпен келісіп, сіздер осы жерде жиналыс ашайық, осындай болсын деген, сіздердің сол сіздер енді старейшина дейді ғой сіздерде, сол старший болу керек. Мындай адам жиналған, ол уже жауапкершілік бар. Келесіде өшіп жиналатын болсаңыздар, несанкционированный деген санкционировать етіп, заңдың акиматпен келісіп, біздің полиция бөлімімен келісіп, соның бір ортақ жиналыс ашыңыздар, өшіп жиналуға болады. Келісім. Жақсы. Қазір онда представительмен барайық онда. Бірге біздің полиция қызметкерлері барып, фиксация жасайық, қандай, қай жерде жұмыстар жүріп жатқан көрейік. Не болып жатқандарын, Бұл жерде немеде тұрды конкурста. Сол кезде любой Қазақстанның әрбір азаматы қатысуға. Сол 6000 гектарды бірақ алуға. Неге сіздер 6000 гектарды бірақ бердіңіздер? Неге оны бөлшектемедіңіздер, например? Например, бөлшектейсіздер ғой, анарға 100 гектар, мынаған 100 гектар. Бұл жер бос жатқан жер. Жаңағы ЭКГНде бос жатқан жер болып тұр. Ал жаңағы Тоғылдың елді мекенінің жері емес, бұл ауыл шаруашылығы жері. Сондықтан бос жатқан жерді президенттің тапсырмасы бар. Инвестиция тарту. Жоқ, жаңағы вовлечение дейді. Біз ана неменені бос жатқан жерлерді жаңағы айлануға шығару деген. соған істейміз біз тарапымыздан. Енді арға зерттеу жұмыстары енді экологияға кетеді, иә бәрі. жоқ енді соны алған фирмаға талап қоя алмайсыз, сендер біз істемей жатып алдық, адапша бердік. Жарайды, халықтың сезім жарайды, біз жарайды енді. Мал бақпай қояқ сонда жарайды. Но енді осыны істемей жатып өз ойында қазды, қопарды, айтты, бүйтті, сонда ешқандай оларға жаза болмай ма? Сонымен ары қарай жарайды істей бер дей саламыз. Айтып тұрмыз ғой, жаңағы құзырлы органдар айналысады. қазған бойынша біз бірақ ұсыныс айтамыз. Экология. Соны істеген үшін оның бәрі тоқтатып кәдімгідей план беріп айтады. Бұл заңсыздық. Мен қазір қазір мені сіздер алып кетесіздер. Мен бауырлар келіп алып кетеді. Солай күрекпен қажатсыға кетеді. Олар трактормен келіп барымыз қопарып жатыр. Бір күн емес. Бір айдай асты мысалы. Бір ай нетіп тұрып әкімшілікте, милицияда қайда қарап жүрміз. Сал былай қарасақ айлан келгенде сол кісілер жақтаймыз, инвестиция дейміз. Президенттің немесе біз қарсы емес, қолдаймыз, мен өзім жұмыс істеу, бәрі жұмыс істеу болады. Бірақ ол да заңды болу керек, жергілікті экология ешқандай істемей жатып, бұлар уже президенттің немесі жарайды, дұрыс ол айтып отыр, бірақ инвестиция тартып, сонда инвестиция тартып жергілікті халықты зардап деген жоқ қой. Дұрыс па? Жайылымдығын алып алып. Солай болды. Сіздер қандай жұмыс жасап жатсыздар? Мына кісіге представить етіңіз, ақпарат. 这是县城的代表，县城代表，他来问您在这个地方干啥呢？准备干啥的？种地嘛，说种地打井，打井。 Қандай жұмыс жасағалы жатсыздар? Не істегелі жатса жалпы?你种啥你知道他们说？жеміске келеміз дейді. Жеміске келеміз, иә? Жерді кімнің несі бұл жерді? Кім сатып алған? Бұның мердігері кім? 这个地谁给的？我们通过投标自己投的。竞标，那个政府竞标嘛，那是省的。啊，Өскемен. Өскемен. Шығыс Қазақстан облыстық жер комитетімен облыстық әкіммен келісіп алдық. Жоқ, қалай алды сонда? Оны кім алды? Бастығы алады. Жоқ, бастығы кім, аты жөні бар ма? Я лауан жаусамыз. Қандай ТО, не нәрсе? Не лауан. Солиджи. Сүн деген Бастығы, е? Иә. Ал фирманың аты қандай? Не бұңсы жаусамыз. Оны опырды. Оны білмейді. Білмейді? Жерді Қытай алып отыр ма? Қытай алып отыр. Қытай алып отыр, е, бұл жерді? Сонда Сұн деген, е, бастығы? Қанша мың гектар жер алды? Дошау му дейді. 7000公顷吧。 7000亩左右。 7000公顷。 7000公顷。 7000 ша. 5000 ба 7000 ба сондай. 5000. Енді осы жылы жәнегі чемішке екпексіздер, е? Биыл, иә. Күнбағыс егесіздер. Так, оны қалай егесіздер? Неше гектарға егесіздер күнбағысты? 今年要种吗？ 今年要是来得及就种。 Бұл биыл техникамыз дайын болса егеміз, техникамыз дайын болмаса биыл егеміз. Ал суды қалай, су мәселесін қалай шешесіздер? Суды шизаван, дачин. Дачин. Құдық қазамыз содан су аламыз. Құдық қазғанға сіздерде рұқсат етілген құжаттар бар ма, жоқ па? дачинді允许没有？ 正在办，我们还没开始。 жасап жатырмыз әлі біткен жоқ дейді. Ал жасам бітпей жатып құдық қаздыңыздар ма жалпы? Қаздық.
你们正在打动了今天不是，现在在勘探，看有没有水。 қазір қазғам жоқ бірақ жер астында су қаншалықты бар екенін соны қазір тексеріп жатырмыз дейді. Оған тексерген кезде қалай тексересіздер, рұқсат етілген құжаттар жасалынбаса? Оған білмеймін әйтеуір сөйтіп жатыр ғой. Сөйтіп жатыр, сұраңыз. Сонда шала болып тұр ғой бұлар. Сұраңыз, дайын емес нәрсеге, рұқсат берілмеген нәрсеге қалай бастадыңыздар деп сұраңызшы.那个手续没办好，为什么要打井？他说没打井，现在是勘探，看有没有水。我们在勘探呢。иә. қазғамыз жоқ, ана көріп тексеріп жатырмыз. Су бар ма жоқ па соны тексереміз. Оны қалай немен тексересіздер? Оған да рұқсат берілу керек қой. Ана тесу үшін勘探必须要办手续的. 勘探嘛，办手续. 勘探嘛，勘探也得办手续. 你挖一个地球湖也得办手续的. 应该那啥政府允许的，没有。那我不知道。 оны білмейді бастық. Жақсы, енді мынаны сұраңыз. Жәнегі қазуға рұқсатты кімнен алғалы жатыр? Облыста жаңа айтты ғой, облыс. Жоқ, облыс кімнен? Ол облыс деген үлкен нәрсе. Нақты өзінің аты жөні болады. Жасамеңіз деді, өскемен кенеме қадырды шынжама сөз. Қадыр меңіз жауса. 那不知道，不知道。这个给他们把话说明白，我们是来这个地方投资的。说了。 Не дейді? сол жаңа айтып қайшы. Ал осы жерде қазу үшін, осы жерде өңдеу үшін, осы жерде игеру үшін халықпен келісім болды ма? Бұл халықтың жері ғой. Міне, мына келіп тұрған Тұғылдың тұрғындары, Тұғылдың. Жалпы мына жердің барлығы Тұғыл ауыл округінің жері. Мынаның бәрі жайылымдық жер болған. Жайылымдық дегенді түсінесіз, малдың жайылымы. Ал енді қазір жарайды 6 мың ба 7 мың ба гектар деп тұр ғой әлі алынды дейді. Бірақ халықпен кездесу болып халықпен рұқсат алынды ма? Бізде қоғамдық тыңдалым болады. Сол тұрғылықты жермен кездеседі. Олар өздерінің рұқсаттарын береді, жерді игеруге, өңдеуге, тағы басқа жұмыстарға. Сол тыңдалым өтті ма? Және де халық оған рұқсат беріліп пе екен? Онда жоқ қой дейді. Жоқ, сұраңыз. Не ғой, Никса? 你们来之前开始干工作之前，跟这个村书记那啥村长和村的人民说了没有？他们同意了没有？他们说。对，我没听到过村长，村长都来过，同意了已经。同意了，他们村长村民同意没有？那我不知道，这老板知道，我不知道具体情况。 Оны білмеймін дейді, мен бастық. Жақсы, енді тағы мынандай сұрақ. Сіздердің техникаларыңыз, жәнегі дробилка деді ғой. Сіздер білесіздер, мына өзен, сол өзеннің бойынан видео тарап жатыр. Өздеріңізде ауыл әкімі келіпті, Семендов Қанат деген білесіз ғой. Келіп сіздерден сұрап жатыр. Мына дробилка не істейсіздер, мына тасты қайда апарасыздар деп. Сол өзен ішіндегі және ковшпен құмды бәрі алынып жатыр, Ол не үшін алынып жатыр? Оны кеше ана кісіге айтып көрсеттім мына. Оны ана дәу тастарда жаңағы тұрған аппарат бар ғой. Соған салады екен де қазіргі шебін жасайды екен олар. Мынандай шебін жасайды екен де, ана тұрғанның ішіне салады екен. Кейін жаңағы 200 метрден су шыға ма сол кезде топырақ бітіп қалмас үшін таза сол тасты салады екен де, шай. Сол арқылы су шығады екен. Фильтр ғой типа. Жақсы. Енді мынандай сол және өзеннен мынандай тастар шығып жатыр ма? Шықты ма? Шығып жатыр ғой. Жақсы. Ал енді қараңыздар, сол өзеннен сол тасты алуға рұқсат берілген ба? Осы Қазақстан Республикасының заң аясында жұмыс жасайсыздар ғой. Заңын білесіздер ма? Некса, тамын шо, нельзя жиги хыбян сай жазма бұса. Сай жазма зөтен, изин насетен ма? Жиги сай жаз деген. Каземон кандре. Неге сай жазы яу бән шуши тамыш. Үйменеге шуши. Бәнлемею тамыш. Зайбезайдың шуши. 我不知道，这老板知道。 Онда білмейді екен, бастығым. Енді қараңыздар, Қазақстан переводчик қолына алсын дейді, қолын қадыр. Жарайды, айтыңыздаршы, сіздер Қазақстан Республикасының заңында өзеннің маңайында ешқандай водоохранная зона дейді, суды қорғайтын территория болады. Ана өзенге дейін 30 метр жерде ешкім керек. Сіздердің видеоларыңызда нақты ковшпен өзеннің шеті де емес, оның тура ішіндегі дүниеден гравийді топырақты алынып жатыр ғой. Енді білесіздер, бұл экосистема деген дүние бар. Енді сол неге сіздер заңды қарастырып бір жерден рұқсат алдыңыздар ма? Немесе басшылықтарыңызға шығып, біз мына тасты қайдан аламыз?
ана және скважина қазамыз, оның ішіне толтыру үшін тасты қайдан аламыз деген сұрақ туындады ма? Мына Қазақстан жерінің кез келген жерінен қалай қопарсаңдар олай қопарып, өздеріңізді материалдарыңызды ала беріңіздер деген сіздерге рұқсат берілді ма? Соны мен жаңа сұрап тұрмын ғой, соны білмеймін. Соны енді, білмесе, сонда білмеген нәрсені айтыңызшы. Қытайда білмеген, рұқсат етілмеген дүниеге қалай болса қол сала беруге рұқсат етілген ба? Потому что saya жазы және бейбан. Бұйын шүйдіға бұны бұраң немін кән. Немін қожышы немін зайып жүрінгі есік жаңызы кәман ташу. Люан, тән. 我们公司可能有手续，但是我不知道。 Компанияда, компания арқылы келіскен шығар, о жағын мен білмеймін дейді жаңағы. Жоқ, енді сіздерге бір қағаз келмей ма? Мен қай күні мен де айттым, мен өзі мына жерде жүргем ғой. Ана жаққа барған жоқ болдым. Кеше алдыңғы барғанда айттым мен. Сендер мына жерде бұдан талқанда басымдар ғой, мынау болмайтын шығар, сендерде мынаның рұқсаты бар ма десем айтады, білмеймін деп. Бұлар бір ғой, апай мен сізге біріне бір сілтейді екен. Соны айтам. Мегендік заңнан босатпайды. Жоқ, Сен де заңды негізі бастығымен сөйлесу керек. жоқ, жалпы деймін. Сіз айтып отырсыз. Ол компания басшылары қайда? Шақырғы оңыз. Шақыр деп айтып. Басшылықты шақырайықшы. Лобан жауылы. Шақыр жауылы ма? Шақыр қойдым дейді. осында ғой. Жоқ, қазір келеді. Ол қай жерде оның бастықтары жалпы? Жузайын Ақжар ма? Онда келсін Ақжарға. Біз оғанға дейін және сіздердің қазып жасап жатқан жерлеріңізге барайық. Көрейік соның бәрін. Сол жерлерді көрейік, және трабилканы көрейік. Не істеп жатыр екен? Себебі әртүрлі пікірлер туып жатыр халықтың арасында. Бұлар жәнегі сіздердің трабилкаңыз қайда техника? Оны маркасымен, моделімен қарап жатыр. Бұл алтынды не істейтін екен? Алтынды чаятын техника болып есептеледі екен. Содан кейін әртүрлі көзқарастар болып жатыр. Бұлар келіп жерді өңдейміз деп басқа нәрсемен айналысып жатыр ма деген, сондықтан осының бәрін сейілту үшін қай жерде бізде заңда кемшілік кетіп жатыр, қай жерде заң талаптар орындалмай жатыр, халық неге наразы болып жатыр, халықпен неге мемлекет қойынды билік деген біз осы ғой, билік неге санаспай жатыр, біздің атқа мінерлер қайда, осыны көре отыра, мына экология қайда қарап отыр, жәнегі су ертіс қалай рұқсат беріп жатыр, бассейні, мына жерді қазудың өзіне бірінші рұқсат алынады, скважинаны, одан кейін ғане уже қазады, рұқсат алғаннан кейін қазады. Жалпы онда қазір барып, бизнес план болады. проектсін бәрін. Сіз қазір айтыңыз. Сіз қазір айтыңыз. Анау не четыр? Әлемнің жоба, документация. Проектсін бәрін әкесін қолында қағаз. Çamur çok ayman. Şurada da hayıcı kazı çıkalım, şurada kazı çıkalım. Bana mı? Çamur ben koyayım. Dedi. Ana teknikten ben kaçana gelip söyleyecek. Көріміз. Жоқ, барамыз техниканы сол жаққа. Неге çizip bunun bu? Барамыз қазір. Камы то нейді бан кайға. Камды жымзай. Başımın da tamam. Аним кәзі жүр. Жоқ, барайық. Халық өкіліне көрсетсін. Жобалар, содан кейін қағаз түрінде проектсін бәрін. Маған ұнаған жоқ, мен қалим айттым бұларға. Сен мынаны қаза бересің, бұның бәрінің өзінің сұрауы бар ғой. Экология деген бар бізде мысалы. Сұрауы бар дейді. Мен өз келгенмен 3-4 күн болды. Жердің иесі бар ғой. Қонды уақыт жоғалтпай ғана машина. Жүр, уақыт жоғалтпайық, барайық. Сіз көрсетіңіздер жолын. Қай жерде не тұрып екен? Машина алып келді. Ал бәрі жақсы. Машинамен барады екенбіз. Аналарға кәдімгідей құжаттарын, документтерін бәрін дайындасын. Бизнес план деген болады. Сонда қазір алыспан ал? Барып, Жаяу барсақ па? жаяу болу керек ол.
Оған да бару керек. Қазір оған да барамын. Mal jaktı da. Карьер рұқсат берді. Бұл жерде рұқсат қағаз жоқ. Бұл неме арықтың немесі ғой. Өзеннің несі, арнасы. Бұзып жатыр ғой ана кімде маралихалар сияқты. Маралдыдағы секілді. Аяна жетіп жатқан көрдіңіз бе? Аға. Мына жер негізі былай ғой. Негізі генплан бойынша әлі кім біздің облыстың әкімі неме тапсырды деді ғой. Қол қойды деді. Пойыздың жолы. Негізі пойыздың жолы осымен өтеді ғой. Не барамыз енді қайтадан. Түсіріп аш ана келе жатқан Ержан. Ана Ковшың келе жатқан. Бар келейік. Бар келейік. Ана жөндеді мына жер. А оны және Иә, осындай бар ма? Шықты, фонтан болып шықты ма су? Шықты дейді су. Мына жақ түсіріп алдың ба, Мержан? Ана, екі жерден қазір жатыр сонда. Жандос, ақ жаққа да барайын. Көмі? Аға, мынау тай жүзгін, құрметті оқырмандар, мынау не тай жүзгенде жүрмін, және біз ең бірінші барған бір скважина қазылған екен, одан су шығыпты, мына жерден тағы бір скважина қазылып жатыр, міне материалдары түнде кеп көміп тастаған дейді, және біз келе жатқан кезде трактор мынаның бәрін көміп тастады, мына жерді. No smoking. Қыздар, мына жердің бәрін ар қарай не істеген, қазған екен. Мынау қандай мақсатта? Мынау территорияның сызығы ғой, территорияның сызығы. Бұның астында не бар, ұлдар? Мынау территорияның сызған ғой, сызық территория. Мынау сонда үстіп, өзі белгі қойып ұстаған ғой сонда территорияларын, қай жерде игеретінін. Енді көріп отырсыздар, мынау жәнегі ана жақта тағы да бір скважина қазылған дейді. Мына жақта тағы бір скважина қазылған дейді. Мына жақ қандай күшті. Мынараны қазылған. Ау! Мен енді қайттым, қай участка бар, мына жерде сейт. Жер жақсы, тай жүзгін, суының, өзеннің, арнасын,
жәнегі дробилкамен тастарын үгітіп жатыр, ковшпен өзенді прямо құм тасын алып жатыр. Неге аласыңдар десек, жүзек тоқтатайын деп тұрмын, жоқ болмады. Құрметті Тарбағатай ауданының тұрғындары, мен мына Тұғыл ауылының зейнеткері Құрманғали Берікбекұлының қазіргі өзіміздің ауылдың әкімшілік территориясында тұрмын. Тайжбен деген участок, Тайжбен деген өзеніміз. Мына жақта Зайсан көлі тұр. Осы негізі мына Тұғыл ауыл әкімшілігінің границасында тұрмыз, шекарасында. Енді мына жерге дейін біздің ауылдың малдары жекеменшік. Солар келіп жайылады, осы жерге дейін шығады. Осыдан ары қарай 29-ға дейін барады. Осы жайылымыз жерді қазір біздің өзіміздің ауылдың ауданның әкімшіліктері басқа Қазақстан Республика азаматтарына тендер ойнап, заңсыз тендер ойнап беріп, жерді 6000 гектар жерді егіндік жерге беріп отыр. Соған енді біз тұрғылықты жер азаматтары малымызды қайда апаратымызды білмей отырмыз. Ал жергілікті өкілдер ешкім келмейді, ешкім құлақ асырмайды. Аудан әкіміне жиналыс, аудан жиналыс өткізгенбіз. Ауыл шаруашылығы маманы отырды, ауыл әкіміміз, депутатымыз отырды. Сол хаттама толтырып жібергенбіз. Осы комиссия мүшесі жерді қалай заңсыз берген, егістік жерге. Соның әлі шешімді қабылдап бермей отыр. Сол себептен енді каждыйдың Қазақстан азаматтары, каждый өз ата-бабамыздың жерін, өзіміздің жерді қорғауға кеп жерде қазір кеп соның жыртысын жыртып жүрміз ғой. Басқа шетелдік азаматтарына бермей, өзіміздің азаматтарға беріліп, өзіміздің бала шағамыз, ұрпақтарымызға қалдыруымыз керек қой. Сол айтады. Тем более біз Ақжардың шетінде құм алған үшін құмға запрет берді. Бұл карьер емес деп, енді мынау судың ішінен алып, дробить етіп оны қайда кетіп жатыр. Енді любой адамның несі, дробилка тұрма, дробилкаға кім рұқсат берді? Енді сіз өзіңіз соның ішінде тұрсыз, сонда сіз қайта бір рұқсат сұрау керексіз ғой. Жігіттер тұра тұрыңдар, мыналарыңды доғарыңдар, бірінші қағаз әкел. Себебі сіз... Жоқ, оны кеше бұлай болды, ұқтым мен сізді. Экология ең бірінші экологический мәселе бізде. Ешкімге рұқсат берілген жоқ. Карьерлер бар, например, өзіңіздің маңайыңызда да бар екен, тас керек болса, жебін керек болса, сол жақтан алсын. Неге ол судың ішінен алады? Қазір мен кімді шақырдым? Жер бөлімінің басшысын, қазір келіп құжаттар, инвестиция ортамыз деп бұл кісілер өткізді ғой. Қазір бар құжаттарын алып келсін, сол жерде қандай рәсіммен өткен бәрін анықтап білейік. Жақсы, жоқ. Мен кісілерден сұрағанда рұқсатымыз бар деді. Жақсы, енді судың арнасынан тас құмды алуға рұқсаты бар ма? Бар деді, маған сөйтіп айтты. Бірақ мен көрсетіп бер деп сұраған жоқпын. Тек көзім жеткізген алтын ғажбаттар осындай дүние екен дегенде мен жалпы сізден қандай да болсын вопрос возникать етті. Көзбен көрдіңіз бе? Дробилка жасап жатқан. Енді в любом случае айту керексіз. Алтын емес екенін докажите деу керексіз.
құжат көрсетсін. Это же может быть закончится варварский методпен жасап жатыр. Көрдіңіз ғой, варварский метод қой анау. Мүмкін емес деп ойлаймын. Жоқ, анау варварский метод қой, өзеннің ортасынан бүйтіп алып, дробить етіп әкетіп жатыр. Ол бәленбай тонна емес қой, енді қараңызшы, қанша техника. Дробилканы сонда бізде сіздерде, например, инвестиция тартқан кезде ол сізден сұраған жоқ па, біз дайын тас бар ма екен? Сізден сұрады ма, дайын тас бар ма? Біз ана фильм керек. Инвестиция тартқан кезде Айнар. Бұл кісілер жер, бос жерді қарастырады ғой. Біз сонда бос жер болған, е? Сіздер бос жер деп осындай ақпарат бердіңіздер. Мен ешқандай ақпарат берген жоқ. Ол жер бөлімі беріп отыр. Аудан көлемінде жасалған дүние. Енді жалпы сіз жер бөлімін айтасыз ғой. Не халық сіздікі. Біздің халықта сізге заявлениемен барады ғой, бізге жер керек, жайылымдық жеріміз жоқ, шабындық жеріміз жоқ деп сұрай ма? Или халық ешкім сұрамай ма? Қазір кезінде былай болған. Мен жаңа айтып жатсыздар ғой, жер берілмей қойды деп жігіттер өткенде айтқан. Бұл жерді Ақсуаттың кезінде біз негізі жалпы 7 километр айландар резервқа қойылғанбыз. Бірақ ол тіркелмеген. Ақсуаттың жер бөлімі ешқандай тіркелмеген, орынбасары тіркелмеген. Осы жол картаны ашып қараған кезде бос жер болып тұр. Содан мен азаматтарға айтамын, азаматтардың өздерінің малдарын тіркейтіндер, сендер жерлердің документі жоқ, ертең өкіметке қайтып кетеді. ИСЖ-мен тіркеліп заңдастырыңдар деп. Алдағы уақытта бұл жерге инвесторлар тартылады. Бұл президенттің тапсырмасы. Айттым ба Рина сіздерге? Айттым. Енді сол мәселе сол болып тұр. Ал бос жер болған не ол полигон. 6000 гектар конкурсқа шығарылған кім берді бұны? Бұл жерге кім берді? Қай жерде, қай комиссия қарады? Бұл комиссия аудандық жер бөлім комиссиясы қаралды. Қай уақытта қарады ол? Қазір бізде комиссияда бұрында сұрайтын. Мысалы Ринатқа жер бересің бе? Бұл Ринат ары қарай жүргізе ала ма? Қандай жағдай деді? Қазір ондай емес. Қазір жер комиссиясының депутаттары да бар, өзіңіз білесіз. Бұл жерде шкаламен, баня шкаламен өткізеді. Жалпы конкурс өткізіледі. Сіз білесіз ғой, что жер берген кезде, бүйтіп айтқан, жер комиссиясына да былай несіне қатысамыз ғой, зуммен болып жатқан кезде. Сонда айтады, жер берілген кезде ауыл әкімі болу керек деп, қоғамдастық мүшесі болу керек деп. Сіздер сол жер берген кезде сіз қатыстыңыз ба? Осы 6000 гектар жер берген кезде қоғамдастық мүшесі қатысты ма сіздерге? Қоғамдастықтың мүшесі қатысқан жоқ, ол кісі жоқ болды. Енді қараңыздар, мынандай жағдай болған, және жер комиссиясы болған кезде қоғамдастық мүшесі жоқ болса, ол жер конкурсқа түспейтін. Себебі қоғамдастық мүшесі болмайды деп. Немесе әкім жоқ, немесе оның қоғамдастық мүшесі жоқ деп. Жоқ, әкім қатысу керек міндетті түрде. Но қоғамдастық дан жерде комиссия шешеді. Байланыс система деп айтып тұрмайсыз. Әр скаланың қанша техникасы бар, қанша адамды жұмыспен қамтиды, қанша инвестиция бар, қандай бизнес планы бар. Ал енді бизнес планды айтып беріңізші, сонда қандай бизнес планы сол жерде оқылды. Мен оны есімде жоқ. Қазір видеосын алдырып отыр. Видеоны алып кетіп тұр. Мен халықтың алдында мен де таза болайын. Ертең мен беріп қойған деп. Және мен сұрап едім, күнбағыс деді. Кукуруза деді маған. Енді сізге кукуруза, маған күнбағыс деді. Ауылдың өзіңе қарасты жеріңде не істеп, не қойып алатынын қалай жоқ әкім соны айтсам. Пока бастығы маған айтқаны кукуруза деді. Проектісінде болу керек қой. Проектісі. Ой, жоқ ана, переводчик қашып кетті, жоқ. Жобасы болу керек қой. Жоқ па? Жобасы қалай жұмыс болады? Және келген переводчик, олар бізге күнбағыс деді. Бастығыңыз кім, мына жердің иеленушісі кім десе, сон деген деді. Сун деген. Сон деген деді. Ал енді Тотықұс қайда қалды? Тотықұсыңыз Алматыда ол кісі. Бұл инвестор тартып отыр деп маған айтып отыр. Жоқ, енді сол енді Тотықұсты мүлдем білмейді екен. Ал жұмыс жасап жатқан сон деген Қытай екен. Басқа мемлекеттің несі, азаматы. Жалпы мына жер егіз бұрын жайылымдық жер, резерв жер десе бұл негізі мақсат ауыстырылды ма осы жерде? Мақсат ауыстырылды ма айтпақшы? Мен ауыстырылған жоқ, мен білуім бойынша ауыстырылған жоқ. Ал енді мақсат егістікке дейсіз ғой? Жоқ, пока ауыстырылған жоқ. Ал енді бұл жайылымдық жер ғой қазір. Пока жайылымдық жер. Жайылымдық жердің мақсаты ауыспай, оған қалай жерді уже сразу өңдеп жатыр? Жоқ, ол жер беріледі бірінші. Одан кейін барып немесін ауыстыра береді, процесс жүре береді. Қазір жер бөлім басшысы келсін. Қазір сол жауап берсін ондай процессті. Мен жер бойынша кодексін көп біле қоймаймын. Халықтың келісімін алдыңыздар ма? Халықтың келісімін алынған жоқ бұл жерде ешқандай. Алынбай қалай испатталып жатыр? Жоқ, бұл жерде бос жер болғаннан кейін халықтың келісімі жоқ деп маған сөйтіп айтты. Келісім жоғы сонда қажеті жоқ, ие? Халықтың жайылымы ғой бұл. Слушаниесі нетсе де, онда слушанияны өткізіп қажет жоқ жалпы, ие, тыңдалым.
халықтың мнениесі қажет жоқ қой сонда, иә? Енді маған сөйтіп айтты. Сізге сөйтіп айтты, иә? Проект жасамай сөйтіп айтты. Енді қазір келеді азаматтар айтты. Кім айтты? Қандай Айтса, проект? сен жауап берсең, халықтың слуга народысың ғой сен. Айтсашы, кім айтты саған? Бұл президенттің тапсырмасы болғаннан кейін Саған бос жерде президент айтқан жоқ, саған бос тікелей кім жерде айтты? алмас. Бос жер болғаннан кейін проект жасалады деді маған. Саған тікелей кім айтты? Қазір келеді. Сен қалай Жер бөлімінің басшысы келеді. Жер бөлімінің басшысы келеді. Халыққа жауап берсең, Мейрамбек ағай. Бұрында бізден ұсыныс халықтан қоғамдық неме сұрайтын протокол. Қазір ондай заң жоқ деді ешқандай. Сізге жер бөлімінің бастығы Мейрамбек Мұхаммадов айтты, иә? Сол сөз айтты. Жақсы, сол Ешқандай кезде сұраймыз қазір. хаттама, ешқандай неме керек жоқ. Ұсыныс та керек жоқ деді. Бос жер болған проект жасалады. Проект жасалғаннан кейін біз конкурсқа шығарып отырмыз деді. Болды. инвесторлар тексеріле ме? Бұл енді ол Олар енді біздің естуіміз бойынша Бесқарағайда, Бесқарағай Бәленбай дейді. жыл Егібек, ол Бесқарағайдағы жердің кейпін көрдіңіздер ме? Тексердіңіздер ме? Не кейпін барып көрмейсіздер ме? Жағдай не болды? Не өсіп жатыр бұл жерде? Не бар? Ол жерде біздің де басымызға түседі ғой, біз де сол кейіпті киеміз ғой деген. Хотя бы кішкентай болсын Тарихтан мониторинг. қарау керек. Аха. Не, қандай кейіпте қалды ол Бесқарағайдың жері? Ол жерде біреу бірдеңе еге ала ма екен? Ол неге білмейсіз, әкімсің ғой. Сен біздің қамымызды ойлауың керексің ғой сен бірінші. Ең бірінші халықтың қамы сол үшін сайландың ғой Қанат. Сен біздің қамымызды ойлап, біз үшін жұмыс істеуің керексің ғой. Жігіттер, енді жерде қараңыздар, сіздер сонда саясатқа қарсы жұмыстар ма? Жалпы? Жоқ, қарсы Сен емес. оған бұрмаланма тартқан деген жақсы ғой. Қарсы. Ертең сонда Қарсы халық емес. ауылымызға налог құйылып, халық қандай жұмыспен саясат қамтылып, деп түсінсің? Қанат және мырза, жүгері қаншама малдың азығы дайындалып жатса, жабан ба? Айтыңыздаршы. Қанат мырза, Жоқ, бұл істелмеген жерде жатыр, ана Егелі ол да белгісіз өзеннің ма? бойы уже экологиялық зардап шегіп жатса, арнасына уже заң бұзушылық жасалып жатса, ары қарай біз уже не знаем, не ойлайтынымызды. Бірінші жұмыстан бастап уже жерді егерудің уже бірінші заң бұзушылықтары анықталып жатыр. Ана скважинаны нету үшін бірінші ертіспен бассейнмен жұмысқа договорға отыру керек. Жайдан жай любой жерді қазып бізде скважина қаза бере ма? Өзіңіз білесіз, ол скважинаны қалай қазады? Иә, құжаттар болу керек қой, иә, құжат болғаннан кейін. Бар деді бәрі. Бар деп айтты. Маған бүйтіп айтты жаңағы переводчик ана сұрады ғой осы жердің бастығынан. Ол жасалынып жатыр дейді. Жасалынып жатқан нәрсеге, егер де мүмкін оған рұқсат берілмейтін шығар. Сол кезде қазып тастайды. Уже қазып тастады мысалы. Жердің бәрін қазып неме тастапты. Жердің территориясын өлшеп неме істеген. Белгілеп тастапты, шекарасын анықтап тастапты уже. Халық сайлаған әкім ретінде ең бірінші осы жердің бәрін заңдылығын бәрін болуға сіз мүдделісіз ғой. Сіз ғой. Халық мысалы сізден сұрайды ғой. Не сұрап тұр ғой енді халық. Жоқ, қазір былай ғой. Ауылдан тыс жер ол аудан көлеміндегі жер бөлімі арқылы шешілетін дүние. Ауылдың ішіндегі, ауылдың ішінде. Қазір мысалы жер алам деген азаматтар ауданға барып картадан қарап, кім келсе де сөйтіп айтады. Жерді анықтаңыз картадан. Жоқ, сонда сіздерде мына жер болды, бос. Содан кейін президентіміздің инвестиция тарту керек деген ұранымен, мақсатымен бұл тұрған бос жатқан жерді басқа адам сұраса бермей, біз тек қана үлкен инвесторды тарту керекпіз деген немен ғани запаста ұстап отырылды, получается, да? Қағидамен. Жоқ, ондай мен өйтіп айта алмаймын. Енді бос жер жатты ғой, мынан бәрі бос болған, халық сұраса жер жоқ деп қайтара салған. Мысалы сіздерге де барған, және қайсы бір бала айтты, бардық, даже өтінішін қабылдамай қойған. Жер жоқ болды, қабылдамайды дейді. А вообще процессті қалай болу керек? Любой өтінішті қабылдап тіркелу керек қой. Одан кейін оған жазбаша жауап беру керек. Бізде бәрі ауызша. Одан кейін халықтың бәрі сауатты емес қой. Ойлайды, ауызша жауап берді, жоқ. Хотя оның өтінішін қабылдап алу керек. Соны неге бізде өтініш қабылданбайды? Делопроизводствоны өзі. Қазір даланың жайылымдық жерді біз қабылдамаймыз. Қабылдамасаңыз да. Ауданға барып жазылатын дүние қазір. Енді қазір сізге келді ма, сіз соған сөйтіп жауап беру керексіз ғой. Мен азаматтардың жер алғанда қуанам өзі басым. Жақсы. Мен сізге айтып отырмын. Жазбаша. Бұл жерге біздің құзыретіне кірмейді. Бұны сіз жер және бөліміне барасыз деп сөйтіп жазбаша жазып бере салу керек. Жоқ, мен келген азаматтарға ауданға барыңдар дедім. Айттым ғой жігіттер. Сіздер айттым ғой, өтінішін қабылдап жазбаша түрде беру керексіз. Жоқ, маған ауызша сұрақ келгенде айтып отырмын. Жазбаша мен алдыма келген жоқ. Жазбаша жазып беру. Жазбаша келген жоқ маған. Жазбаша жазасыз. Мен ауызша келген азаматтарды ауданға жіберіп отырмын. Қабылдамай қойды деді ғой, және бір азамат. Мен карта жігіттер деп айттым ғой. Айтыңыздаршы. 2015 жылғы карта. Бұны жандатып жөнелткенге жаңалағанға ақшам жоқ.
ауданнан барып біліңіздерші. Бос жерді анықтаңдар. Давай ұсыныс жазып берейін деп айтып отыр. Солай болды. Енді мен істеймін. Бос жер жоқ, мен істеймін. Қай жерде келе жатырмыз дейді? Қазір мен білейінші. Saat неше болды? Біреуіндегі нөмірі бар екен, салақтап жатыр. Президенттің саясатына қарсысың ба деп. Соны тексеріп айтып бірінші көруге келдік. Жоқ, қараңыздар, былай халық жиналуға мысалға болмайды, осы жауапкершілік бар еді. Оны акиматпен келісіп, сіздер осы жерде жиналыс ашайық, осындай болсын деген сіздердің сол сіздер енді старейшина дейді ғой сіздерде. Сол старший болу керек. Мындай адам жиналған, ол уже жауапкершілік бар. Түсініңдер ғой. Келесіде өшіп жиналатын болсаңыздар, санкционировать етіп, заңдызын акиматпен келісіп, біздің полиция бөлімімен келісіп, соны бір ортақ жиналыс ашыңыздар, өстіп жиналуға болады. Келісім. Жақсы. Қазір онда представительмен барайық онда. Онда сіздер нетпеңіздер, тарқай беріңіздер, өздеріңіз тарқай беріңіздер, біз онда барамыз. Старшылармен бірге біздің полиция қызметкерлері барып, фиксация жасайық, қандай, қай жерде жұмыстар жүріп жатқанын көрейік. Не болып жатқандарын, Жақсы, онда Жерге міне. саякымыз бар, саякы жатыр. Екінші мамыр Бұл жерде немеде тұрды конкурста. Сол кезде любой Қазақстанның әрбір азаматы қатысуға. Сол 6000 гектарды бірақ алуға. Неге сіздер 6000 гектарды бірақ бердіңіздер? Неге оны бөлшектемедіңіздер, например? Например, бөлшектейсіздер ғой, анаға 100 гектар, мынаған 100 гектар. Бұл жер бос жатқан жер. Жаңағы ЭКГ-нде бос жатқан жер болып тұр. Ал жаңағы Тұғылдың елді мекенінің жері емес, бұл ауыл шаруашылығы жері. Сондықтан бос жатқан жерді президенттің тапсырмасы бар. Инвестиция жоқ, жаңағы вовлечение дейді. Біз ана неменені бос жатқан жерлерді жаңағы айланымға шығару деген. Біздің тапсырма бар, 48.000 гектар жер. Сондықтан біз қайтарған жерлердің бәрін енді тағы да шығаратын боламыз. Ана Қарадала, ана немеде, Ақжар ауылдық округ, Маңырақ пен Екорта. Ол жерде 1000-2000 гектар шығарамыз. Ана немеден Жетарал Қызылкесіктен де 1000 гектар шығарамыз. Ол жерге инвесторлар келіп, бір жақсы өнім беріп жатса, жақсы ғой. Біздің ауданның экономикасына, әлеуетіне түгел әсер етеді. Зиян. Ал біз ана осындай егістік егіп, жаңағы түгел жер жақсы, жасыл желекке айналып жатса, бұл табиғатты неменені өзгертеді. Енді қараңыз, жәнегі ол... Міне мына жерге бір гектар жерді суарып, осы жерді суарсаңыз, сіз маңайына да бір талай шөп шығады ма? Жоқ, шөп шықсын. Мен күнбағыс шығама, не шықса да өнім берсін. Но ертең сол жерден не қалады вопрос? Оны немен удобрять етеді? Оны біреу қадағалайтын, бақылайтын адам бар ма? Айтыңызшы. Ертең, например, мына жер 10 жылдан кейін уже болды, непригодный болса қайтеміз мысалы. Жергілікті атқарушы орган бар, қадағалауға. Иә. Жақсы. Сіз сонда қадағалайсыз. Сіз не то, что ол Тұғыл ауылдық округі. Ақжар Тарбағатай аудан жаңағы немене. Егер
бір артық удобрение бірдеңе сеуіп жатса біз мына Тұғылдан жол жинаста болғанбыз. Мынада удобрение 4 түрі дейді, неше түрі Қытай тілінде жазылған. Оны кім перевод жасайды? Неге ол қазақстандық немен биркамен жазылып кетті? Оны бағана жолы жиналыс болды, міне беріктер барлығы болған. Сол арасына осыларға біздің бір адамды, Тұғылдық адамды кіргізейік деген. Сол Тұғылға адам қандай удобрение септі, минерал біздің жаңағы балбанитет ең төменгі неменеде. Сондықтан удобрение қоспаса өспейді. Ана кімдерде қосшы? Общественный. Олар енді Қытай тілде ма, жоқ қазақша орысшасы бар ма? Қосып жатқандар. Жоқ, ол апробациядан өткен неменелерді қолданады. Солар қолданады. Амналардың не әкелген? Жоқ, бұларға контроль керек. Уже, например, ана жаңегі несіне складтарында удобрениялар толып тұр дейді, непонятный таблеткалар. Оған қазір біз кіріп, сен тексере алмаймыз, біліп отырмын, жалпы дейін. А ол түн ішінде ол удобрениені салып кете ма? Қай уақытта біз оны қадағалай аламыз? Сондықтан оны жаңағы Бұлар ана Бесқарағайда болып келді деді ал. Салып келді. Сол жақтан сұрастырып, қалай не істеді, жер қалай болып жатыр, соны білген жоқсыздар. Мониторинг жасап көрдіңіздер ме? Енді соны неге біз сұрастырмайсыздар? Ол жер одан кейін 10 жылдан кейін ол жердің қазір жағдайы қалай? Менің біздің жаңағы бөлімнің міндеті жаңағы жалпы деймін енді елім деп отырсаңыз. Жоқ, енді бәріміз патриотпыз ғой. Все, жарайды, болды. Бірге сұрап. Пожалуйста, бірге сұрап, я не отказываюсь. Просто адресін білсек, ол қай районда, қай жерде істемді. Барсақ, барып келейік деп көзімізбен көріп, өзімізбен топырағын көріп, соны айта аламыз. Жермен түкте болмапты, міне күшті құлпырып тұр екен, шөп өсіп тұр екен деп айтайық. Например, чтобы халық та білсін. Дұрыс болсын. Давайте, суббота, воскресенье боспыз, барсақ, барып келейік те өзіміз. Керек па, например, Тұғылды міне жігіттердің біреуін алып барайық. Ол жерді көрсін, например, өндірген жерді. Зато көзіміз жетеді. Жақсы, дұрыс. Берка. Оған келсін. Барайық, пожалуйста, организуйте такую работу. Все, жақсы. Қашпаймыз, суббота, воскресенье просто. Ана 9 майда барсақ, вообще күшті. Сабақтан сұран кетпейсіз бе? Ойбай, мен біттісі, соны жұмыстан шығарыстайды. Микроскопом қарап. Мынандай скважинадан неше қазамыз деп еді? 100 шақты қазамыз. Бесеу деді пока. Жоқ, бұлар 100 шақты қазам. Мынау 6000 гектар жерге. Егер пока 1000 гектарға түк шықпаса, бізге пайдасы осы скважина қалады. Мына жерде бір глубинный насос мотор қойып, жерге малдарды суарсақ та кейін. Жасыл желеу қайналады ғой, су болғаннан кейін. Малдар сумен өсе ме? Малдар сумен өсе ме? Шөп өседі ғой. Шөп не өспейді? Су тиген жер өседі ғой. Сен көріп көрсің бе? Тексереміз. Тексерейік, барайық. Бесқарағайды да көрейік, почему нет, да? Құжаттар. Жұмыс күні аласыздар. Қазір мен демалыста жүрген адам. Техникалар неге құжаттары жоқ бұлардың? Бұнда техникалар құжаттары ана кім жеңістен сұрау көрсе, қанат. Соны жер сұрайсыздар ғой. құжаты бар ма, нөмірлері қайда, ана драганың документі қайда, неге тұр ол жерде? Сіздер қарайсыздар, міне жігіттер. Полиция не етеді, содан кейін экологияға жібереді, ары қарай да қарайсыздар, одан водительдер кімдер оны? Кім отырды рөлем? Водитель елді мекен осы біздің ауылдардан аламыз деген. Өздері айдап жүрген. 400-500 мың өздері айдап жүрген Қытайлар. Табылмай жатқан шығар, келмейді. Қабанбайдан бір 4-5 бала жүрді мен келген. Жоқ, енді біздің халықты зарлатады, документсіз жүрген, нөмірсіз жүргендерді. Ал енді сол Қытайдар ол бір айдан кейін ол Қазақстанның немесіне доп салу керек қой, права. Миграционный қарасын болады. Миграция жаңағы немес істеу керек қой, бұда талтайып осы жерде жүреді, біздікілер жүре алмайды ғой. Соны адамдар нағыл жүріп қыз соғай. Бұлар бізден де нағыл жүріп тұр ғой. Не қане нөмір көріп тұстар ма? Техпаспорт бар ма? Ане бір тракторда нөмір жоқ жаңа. Тұғыл ішінде жүреді, қатып жүреді, балдарға дейін беріп қойды. Бұлардың ішпей жүргенін сіздер қалай білесіздер? Бір документ жоқ. Мысалы айтайын. Адам өзін жөнде көріп. Жалпы бірінші біз по существу осы пойыздың жолы келеді деді. Қол қойды деді. Біздің тиктокта жүр. Ол бір ғой ана Сессияда болды ғой. облыстық немені. Жоқ, қаралды деді, қойды деді, бәрі немен жүр. Сонда міне қараңыз, осы жерден түседі пойыздың жолы. Ал сол қыздардың дальнейший мына алып отырған жер соған немеді қатысты емес пе деп тұрмын мен Қытайларда. Жоқ, ол тиылмайды екен.
тие Ол речной немене Ол ана речной міне тұр. Әне Ваевский көшесінде тұр. Астында тұр ғой енді. Причал дейміз ғой. Причал енді сол енді мына жерде ар жағынан келеді деп. Ha. Толдың ар жағынан келеді деп көрсетіп Қайда? Неме келеді? Жоқ, ол Пойыздың жолы. Пойыздың жолы мына бөктермен келеді. Деген. жолмен жол жетеді. Осы жерден келеді деп былай кіреді деп тұр. Ал енді мына жер алып тұрған жерде сол маңайында мына шекаралас болып тұр қазір. Ал Толдың өзіне кірмейді, потому что Толдың өзінде приступтың қасында Сибирский язваның немесі тұр, зират тұр. Ол жер ол мекеменің бөлек қой ол. Жоқ, ол Өздерің білесіз. сонда анау Қытайдың причалы ғой. Ол ертіш транстікі. А мынау кімдікі болады? Ал енді ертіш трансқа қарамайды. Оны етпейді, ол жеке меншік болып тұр ғой. Причал көрдіңіз бе? Жоқ, а? Бұрынғы речной вокзал, пристань. Ол ертіш транстікі, ертіш транстікі. Солардың баласында дүниеге баласындағыны өкімет оны қайтадан жөндеп бермейді ғой. Даже ол құжаты да жоқ дейді ғой. Речной вокзалдың нақты құжаты басқа. Жоқ, ол кімдікі? Қалмағоров орыстардікі Бар. кезіндегі. Ол қазір иесі. Алдында біреу айтып, біз оның документі ол жерде емес екен, басқа жақта дейді. Ол кезде ана ревизияның бастығы соны меншіктеп бізге неме өзінің неме конторасын жасамақшы болған, ол неме етіп нетем ала алмай қойған. Болады. Ал енді мына жаңағы причал, сонда причал меншік болады ма, кімдікі болады? Бердібек сонда ол екінші жолшылығына пайдаланады, иә? Ана мынау деген мәселе жоқ. Бұл жердің жаңағы немесін ғана пайдаланады. Ол қазба байлық мемлекеттің меншігінде болады. Ол ала алмайды. Өзеннің арнасынан таста алып қаза беру болма, бізге мысалы Қытайларға болады, бізге неге болмайды? Осыны техника келіп, Жоқ, ешқандай құжаттарын дайын емес, алып жатыр. Қытайларға ешкім рұқсат берген жоқ. Қазып жатыр, көріпсіздер ғой. Енді оны айналысады жігіттер, иә? Соны неге басқадан неге басында а деген кезде бұлар осындай зиян келтіріп тұрсыз. Ары қарай бұларды бермеу керек қой. Бұлар істемей жатып осындай болып жатса, ертең 10 жылдың ішінде не істейді? 24 сағат қасында жүре алмайсыздар ғой. Иә. Тілін білмейміз. А деген кезде 1 емес, 3 емес, 4-5 қателік жасады. Соның өзін шектеу қойып, бол сен жарамайсың деуге болады ғой. Инвестиция әкелу керек екен деп еліміз, жерімізді буламаймыз ғой. А дегенде керегенде осындай жасап тұр. Мынау кәдімгідей. Жалпы сіздер енді видеодан көріп жатсыздар, иә, міне. Соны істеген болды, сіздер көзді жұмып ары қарай жұмыс реагировать ету керек қой былайға. Бәріміз. Ол бар ғой, ол әртүрлі инстанцияда жасалатын уже міне чулау керек қой мынау. Неге арнап қазады ол? Заявлениесін жазып, міне басынғандық қой. құзырлы органдарға беру керек. Заңды сыйламағаны, тыңдамағаны ғой. Істемей жатыр уже міне қазір. Есептің бәрін восстановить етіп, есептеп айтып кеткенше жұмыс тоқтайды ғой. Тоқтамайды. Оны білмедім. Оны білмедім. Кім біледі оны? Тоқтата алмайды. Техникаларға жетеміздер қазір. Техникаға құжаттар жоқ, біз техника жүрмейді. Бұл соған істейміз біз тарапымыздан. Енді ары қарай зерттеу жұмыстар енді жоқ енді соны алған фирмаға талап қоя алмайсыз, сендер біз істемей жатып алдық, адапша бердік. Жарайды, халықтың сезім жарайды, біз жарайды енді. Мал бақпай қояқ сонда жарайды. Но енді осында істеймей жатып өз ойында қазды, қопарды, айтты, бүйтті сонда ешқандай оларға жаза болмайды. Сонымен ары қарай жарайды істей бер дей саламыз. Айтып тұрмыз ғой, жаңағы құзырлы органдар айналысады. қазған бойынша біз бірақ ұсыныс айтамыз. Экология. Соны істеген үшін оның бәрі тоқтатып кәдімгідей план беріп айтады. Бұл заңсыздық. Мен қазір қазайын, мені сіздер алып кетесіздер. Мен бауырлар келіп алып кетеді. Солай күрекпен қаржатсып әкетеді. Олар трактормен келіп барымыз қопарып жатыр. Бір күн емес. Бір айдай асты мысалы. Бір ай нетіп тұрып әкімшілікте, милицияда қайда қарап жүр мысалы. Мысалы былай қарасақ Аленкеге сол кісілер жақтаймыз, инвестиция дейміз. Президенттің немесе біз қарсы емес. Қолдаймыз да мен өтіп жұмыс істеу, бәрі жұмыс істеу болады. Бірақ ол да заңды болу керек. Жергілікті тұрғын экология ешқандай істемей жатып, бұлар уже президенттің немесі жарайды, дұрыс ол айтып отыр, иә. Бірақ инвестиция тартты, сонда инвестиция тартып жергілікті халық зардап деген жоқ қой. Дұрыс па? Жайылымдығын алып алып. Солай болды. Мал халықтың жергілікті халықтың есебін тұрғындар алсын, солардан су бар, енді алсын істесін. Налог төлейді, халыққа да жұмыс, ол өзінің жерің болған. Мен де оларға қараймын, уымды төккізбеймін, неге сен ол ертең 10 жылда кеткені екен. Маған қалады, ағаға қалады, солай ғой. Ал бұл сразу 10 жыл соған бере салып қалай ол? Не қалады? 10 жылдан сіз бар ма, мен бар ма, жоқ құдай біледі, кімге қалады? Егінді біздің азаматтар алды кетті, Қытайына кетті, басқа жерге кетті, басқа біреумен кесті кетті, бұл жерде кім қалады? Не қалады? Жаңа жергілікті жер негізі 30 күн немеде тұрды, одан кейін 15 күн тұрды. Тұрған жоқ. Мынандай қағазды жабыстырған шығар, ол үлкен абилеті группаларға ашиде жазған, сол группаға жазылды, деме осы жиналыс болды, 30 күн дерің бар.
әйтеуір бүйту ондай керек деп. егер біз оны объявлениені әкім сайтына Тарбағатай газетіне анау акиматтарға бермейтін болсақ, прокурор міне кімдер тұр ғой, прокурор келеді де бізге штраф салады ол үшін. Жоқ, газетті кәр біреу оқи ма, реально қарау керек қой кәр. Газет оқыла ма қазір? Біз жақта оқымайды деді ғой. Енді ол Қазір бәрі телефонда ғой, телефонға сайттарға салу айтамыз ғой, не керек. нәрсе Facebook, через Instagramға WhatsApp салу кету керек. керек деп. Осылай Жалпы, не нәрсені бар екен, WhatsAppқа жер салу берілу керек. керек деп. Қанат мырза, Жиналыс жиналыс өткізу керек, өткізіп, жиналыс. мысалы жиналыс қашпау керек өткізіп, халықты жинап, міне азаматтар ау, жиналыс міне не себепті? Осындай инвестор келгелі жатыр. Жері міне осылай деп айтылды ма? Жоқ. Айтылған жоқ қой, кәке. Шындық қой енді. Міне осындай 30 күн іліндік, 30 күн уақыттарың бар. Өріңдер, үлгеріңдер, құжаттар жинаңдар. Айтылды ма? Айтылған жоқ. Ол айтылған жоқ. Ол қоғамдық Неге айтылған жоқ? Неге айтылған жоқ? Жиналыс өткізіңіздер, халыққа ақсақалдар алқасына айтыңыздар. Жалпы енді өз тұрғындарымызды хотя бы осведомить етіп хабарлап. Ринат тұр ғой көзі. Мен және қайталап айтамын. Азаматтарға жерлерін бос тұрды баяғы. Сізмен салыстырып отырмын ғой. Осылар мысалы Ринаттың жері бар. Малын тіркеуде болсын, ертең үкіметке қайтып кетпесін, азаматтарға айтып. Бұл ертең бұл жерге инвесторлар тартылады. Қанша жер екенін білмеймін ғой мен. Проект қанша жасалады. Енді Шешімдер болып. тоғылдың жайылымы қайда енді қазір? Қайда? Жиналыстың протоколы болады. Қайда шығарады тоғыл? Ой, жиналыстың протоколы болады. Жиналыс өткіздім. Шаруа қожалықтығын Қайда жаяды қой? жинадым. Осындай шешім айтылды. Осындай шешім қабылдадық. Осынша уақыт бердік деген протокол бар ма? Значит, сіз өткізген жоқ сонда жиналысты. Айтылған жоқ. Алмас, бәрі қағаз ғой енді. Бізге сөйтіп бағана айтасыз сен бізге. Сен президенттің немесін қолдамай тұрсыңдар ма? Қарсы шығыпсың. Басқа теріс сөйлейсің. Мен келсем. Протокол қайда сол жиналыс? Протокол деген мен жиналыс өткізе алмаймын ғой. Мен қанша жер беріледі деп. Жоқ, шаруа қожалықтардың. Жоқ, шаруа қожалықтың айтты. Шаруа қожалық жинадым, міне өзіңнің протоколы әкімдік округта. Жоқ енді қазір тоғыл қайда жаяды енді малдарын? Қай жаққа жаяды? Қай жер бар? Жері бар міне былай Былай қалай? Шекарасы құсту қай жерде? Міне осы міне бір жүрамен міне. Өшірмен былай айланып былай кетті. Ар жақ жер бар. Тұғыл ауылды округінде Жеріміз нәшер біздің негізі. неше жылқы, неше қой тіркелгені статистикада тұр. Сол жаңағы шартты басын есептеп, сол елді мекенге жететін жайылымдар бар. Енді ол орналасқан жерін біз не істей алмаймыз ғой. Жөн сіздер Арқардың жайылымы мен Маңырақтың жайылымы біздің жер. Тарбағатайдың жері бәрі. Егер жайылым керек Бізде су деген тапшы, су деген жоқ. 15 мың гектар жер, ана жайлауда 15 мың гектар жер бос. Сол жерге Қай жерде 15 мың гектар? Қай жерде? Жетарал құйған Маңырақтың жаңағы жайлауда. Жетаралдың сонда 70 шақырым жерге барып апарасың керек болса. Мал семірту үшін, мал жаңағы жайлауға барып неге семіртпейміз? бұл жерде тақыр ғой. Неге тақыр? Тақыр не жер? Не өкімет былай қалса инвестиция құдық қазып берсе, біз неге екпейміз? Біз неге мал жаймаймыз бұл жерде? Құдық қазып беруде болған жайылымдарды суландыру деген мемлекеттік бағдарлама бар. Соны неге бізге айтып жиналыс осындай бар бүйтіп айтып жүрміз ғой біз. Айтқан естіген жоқпыз. Қай жерде естідік? Жайылымдық субсидирование мына кім? Кәке айттыңдар ма? Жақсылық шаруа қожалығы анау жаңағы Қабылмайдың жанында тұрған кім еді? Жоқ, Қабылмайдың кәке өзің айттың ба? Тұғылдікі ғой. Тұғылдың 4-ақ шаруашылық бар өзі айналысатын мал шаруашылығымен. Солардың бәрі ескертілген елді мекен. Қай жерде ескертілді? Қай жерде жинадыңыздар? Постоянно жиналса. Ол шаруа қожалықтарға берілетін несиелер ғой. Ал халыққа берілетін жерде құдықтарды енді оны ешкім неткен жоқ. Халық жаңағы кооперативке бірігу керек те осындай үлкен жерді алып сол жерге. Ол кооператив арқылы СПК-мен құрылып. Неше айттық қой. Енді ол құралар еді ғой халық. Жоғын. СПК құра алмай жүр ғой қанат неше жыл болды. Мен неше айтып жүрмін ғой. Жанерке өздеріңіз звондап жүр ғой. СПК құрайық. Құрыңдар, үлкен несие алыңыздар деп. Ауыл аманаты несие алыңдар. Жоқ, сендер неге несиемен қорқытасыңдар? Мен болған кәке себебі жоқ. Неме СПК құрайық, бірақ жерді алайық, бірақ кредит алмай қал. Потому что несие құрған соң, және СПК құрған соң,
ана несие алғаннан кейін бүкіл ана сол жиналған халыққа ана неме алған кредиттің бәрін бөліп тастайсыңдар болды арестқа қойып тастайсың соны әділет әкім болған кезде сол кезде залогың жоқ жерің жоқ деп СПК-ны құрдық 2,5 жыл нулевой отчет жасадық та болдық сонымен тараттық емес кооперативті біреу қолдамай қойды Агропромбанкқа бар анда бар еще 100 мың теңге алғың келсе сен өлді 250 мың 2 есе 3 есе залогың қой қайдағы залог сен жерің болмаса енді малың болмаса малды дамыт енді өкімет ақша беремін дейді 1,5 миллион ол 10 жыл бұрын әңгіме айтайын сол кезде давай алайық істейік деп қанша 24 мүше болды кооперативке алайықшы залогың бар ма деп сен бастамай жатсың қайдағы залогың оқу 24 адамды бәрін оқуын оқыттық ақсотты оқып алдық сертификатымызды алдық залог әкел деп содан не істейміз қазір енді СПК құрамай үйімді залог қойын дедім үйің тұрмайды деді онша Прозорный үйі ол кезде білесің 1 миллион теңге тұрды арзан болғаннан қалай аласың деді болды кооператив жаптық болды сонымен тарады ал енді уже неге бүйтпейсің неге сөйтпейсің деді сонда халыққа кім жұмыс істейді сонда біреуге беріп тастау керек па сонда біреу келді мынаны зорлық зомбылық көрсетіп жатса да иә бүйтеміз сөйтеміз деп ал біз өзі неткен кезде қалай сандалдық қой енді Алмас мен өз тарапымнан озып кеттік қой ақыр аяғы бар ғой қанша азаматтар жиналып еттік мысалы әңгіме жүргіздік иә Мейрамбек Асылбекович өзі де келіп айтқан жиналыстарда аудан әкімі келіп те айтты ауыл аманатымен СПК қорыңыздар несиеге жұмыс жасайық мен ауылдың группасына қайдағы залогымыз енді залогты по-любому заңдылық сол Алмас сен залогсыз ештеңке ала алмайсың ештеңке істей алмайсың жоқ біз бүйтіп айттық қой әркім өзің сен біз мысалы былай ғой үйімді қояйын мал алайын сол малымды залогқа қояйық дедік қой сен маған ақша бересің сол малым залогта болсын оған да келіспеді бірінші біреуден сұрардың алдында беру керек қой залог қалай алған малымызды қояйықшы дедік қой техникамызбен үйімді қояйын 24 адам хат жаздық бар ғой мен өзім төраға болдым 2,5 жыл сол кезде ол қазір алған малымызды үйімізді қояйық дедік болмайды деді бар ма қазір сол кооператив жоқ жауып тастадық сіз ғана қазір мынандай біздің Тұғыл ауылдық округіне келіп бар ғой осы ауыл аманатын жаңа қандай бағдарламалар бәрін нешесі күні келдік мартта келдік қой түсінік жұмыстарын жүргізген айттың ғой сен сол кезде сіз болдыңыз ба білмеймін мен группаға да жаздым Алмас ауылдың группасына ол кезде ауыл аманаты деген бағдарлама 2,5% жаңа кооперативтерге басымдық беріп тұр кооперативтер неге керек деп тұрғанда бұл 6000 гектар жерге сол кооператив құрсаңыз аласың уже сен 5 балл жаңа кооператив үшін берілуші еді одан кейін бар ғой қазір мен сөзімді аяқтап сіз бөлген жоқпын десем иә болды ана содан кейін жаңа кешегі премьер министрдің жаңағы кеңесшісі Тоғжанов дегенмен облыс әкімімен сонымен біздің аудан әкімі біз бәріміз қатыстық шеризаға қатысқан сол жерде тағы да бір ұсыныс жасадық оның бәрі немене жаңағы ауыл аманатымен 30 миллион жаңағы үлкен кредит алу үшін біз мысалы кепіл таба алмай жатырмыз жеңілдету жолдарын жеңілдету жолын жаңағы даму қоры арқылы жаңағы 85%-ын соның кепілдендіріп беруге деп біздің әкім ұсыныс жасады соны ары қарай неменеге жұмысқа алды яғни фейсбукта бәрінде қазір жазып тұр сақтағандың немесінде сол егер жаңағы сіз кооператив құратын болсаңыз мысалы осындай жермен айналысқанға мысалы бізде жаңбырлатып суаруды Жетарал ауылдық округінде Қызылбұлақ деген кооператив одан кейін Алуа корпорейшн одан Қайқы деген 3 кооператив былтыр 100 миллион теңге қаржы алды сол осы ауыл аманатымен 2,5%-ға соның бәрі сол мемлекеттік бағдарламаның арқасында олар қазір жаңағы 5 дождевальный машина қойды қазір светтерін тартып жатыр осы сияқты құдықтарын тартып жатыр олар да тура осындай жаңағы неменелерін процедураларын өтіп жатыр мынаған неме деуші еді рұқсат қағаздарын алып жатыр сонда бұл дегеніміз жақсы енді олардың кезінде жаңағы 85% немене деген жоқ болатын енді сіз кооператив құратын болсаңыз қазір 85%-мен жаңағы кепілдендіріп береді ары қарай мал аласыз ба ірі қара аласыз ба қой аласыз ба жылқыға жоқ қой деймін ірі қара мен қой қазір басымдықта одан кейін мынандай өсімдік шаруашылығына беріледі одан кейін құс шаруашылығына беріледі ол енді жеке шаруа болып алатын болса мысалы 10 миллион 400-ге дейін алады да олар өздері жеке ала береді ал егер 30 миллион 600 алам десе онда кооператив арқылы алады
мына сияқты жаңағы мемлекеттің бағдарламасы, бұл мемлекет қазір су, әлем бойынша су тапшылығы ғой қазір. Сондықтан қазір мынандай су үнемдеу технологияларын енгізу, ол уже болашаққа қажетті нәрсе. Сондықтан бәрін оның енді айтып жатқан сияқтымыз. оның құжаттарын бәрін енді өкімет өзі әкімшілік істеп берген. Біз мысалы болған кезде 24 адамның ұятқа жинап алдық, кооператив ашылды. Басшысы болған. Мен өз басым бір 14 пе 15 рет өскеменге барғасын. Ақсуатты айтпай қойын. Уже адамдар шаршап кетті де кәдімгідей. Қойшы деді ғой, қойшы. Ал оның негізі рас сондай бағдарлама бар ма? Менің өзім ойым. Значит, әкімшілік бәрі условия істемедің бе? Тартып ал. Мойнылтса керек болса соттап жер. Но бірақ істердің алдында условия жасап беру керек қой. Сен анда бар, мында бар. Қалтаңнан өскеменге неше бардың, айттың, бүйттің, Ақсуатты айтпай қойын. Сонымен адам шаршады ғой. Бітті. Сен даже шығарған ақшаңды ақтай алмай қалдық қой. 24 адам көбісі әйелдер келіп. Мен ұштым. Айттың, бүйттің, сүйттің, қайда деді ғой. Жалпы бар ғой, Қантаға осы мәселе бойынша бір жиын жасайсыз ба? Енді халық енді түріліп отыр ғой, резонанс болып. Жасағаның бұл программаның құжаттың бәрін өстеп беру керек қой, бәрі жасау керек. әкім бәрін біледі мысалы. Мынау алаяқ, мынау жергілікті тұрғын әкесі бәрін біліп тұр ғой. Мына мен ағам білем. Чтобы халық мына жаққа келіп жиналмайтындай ауылдарыңызда домбырада бәріне сұрақтарын беріп, мына мамандарды шақырып, осыны мына тотықұсты шақырып не істейтін қояды. Қазір құрылатын болса, сопровождение жасаймыз. Өскеменге апар десеңіз, Өскеменге апарып келеміз. Ана әуезі қазір бұрынғыдай емес, қазір көп жеңілдетті ауыл аманатын. Қазір 15 күн онымен дейін кішкентай бір жұмыстар жүру керек шығар. Кәке, неге жиналмайсың? Сен біздің қолбасшысың ғой. Жинады міне осындай программалар бар. Халқым-ау, осылай алуға, бүйтіп болады, сөйтіп болады. Неге жиналмайды? Заңсыз емес қой. Алмас, дұрыс айтасың, жарайды. Оған неге айтылмайды? Енді ол бар ғой, жиналыс болған сен, аудан әкімі келген сен, мына кісілер келген сен, ол айтылады. Ауыл аманатымен жұмыс жасайық, СПК құрыңыздар деп. Мен ауылдың группасына әрбір көшеге жібертіп отырамын. Азаматтар жоқ қой келетін адамдар. Кәке сенбейді, бір рет 2,5 жыл 25 адамды тұрғызып. Мысалы сіз келдіңіз бе маған? Сіз келсеңіз мен Мейрамбекке звондап, міне Алмас келіп тұр, ағайын. Мен неше звондап отырып келген азаматтар. Көмек жасайын. 2,5 жыл қайтадан қолға алып, сопровождение жасалынады. Қандай сіздердің тараптарыңыздан соның бәрін көзбен бір-екі рет дәлелдесе уже, что далада қалмайтын. Мен жаңа дәлелдейтін неменен 3 кооперативті айттым ғой. Соны айтып тұрмын ғой. Сол үшін қайтадан жинаңыздар. Жасайтын азаматтарды біріктіріңіздер. Бүгінгі күні ауылда 7 азамат өтініш білдірді. Шақыртып алып, Болатханаға группаның оқыған адам бар ғой, көмек жасап отырмыз. Ағыр сопровождение жасап. Солай ғой. Жалпы Санатбек Дәукен аға. Енді екінші жәнегі біздің келген мәселеміз бойынша Тұғыл ауылының халқы дәлел жігіттер жиналды, тарқатып жібердік, ол келмейді деп. Енді қайтадан жиын жасап, осы мәселеге түсініктеме берсеңіздер. Потому что ертең резонансный болмайтындай, что мынау шынында да жасалынды, оған нарушениесіне жауапкершілікке тартылды деген сияқты, соның бәрін алып, халыққа түсіндірме жұмыс жүрсе, ешқандай дауру. Халықтың атын аңдып Вовка ағаларды қойып пенсионерлер бар ғой, өзі әрең жүр. Халықтың атын не айтады? Дұрыстап комиссия жасайды. Комиссияның комиссияның өзі бар ғой, жастар бар ғой, неге алмайсыздар? Біреу қонаққа, біреу тойға кетеді. Көмістер емес, өзі белсенділер не қоспайсыздар? Ана жоқ, кімді Мазим Қанат қосайық деп, Мазим Қанат болмай қойды. Өзі отказ берді. Одан берік сен не болдың? Ол Мазим Қанатты кооператив мүшесі болды. Жер комиссиясына кірген. Кіресің ғой? Сенбейді кәдімгі, сенбейді. Нақты білетін жұмыс. Бірақ Қанат қоғамдастықтың жаңағы мүшелерін шақырып, оны кәдімгі сайлаумен өткізу керек. Сайлаумен өткізу керек, ол өзі көп кісілерді алып тастау керек, зачем? Абай аға өзі Алмас сен болды. Сол жерде жер комиссиясына халықтың көзінше қоғамдықта емес. Қоғамдық ұзағанда 7-8 адам. Бүкіл халық отырған кезде ұсындық қой. Бәрін қолдадыңыздар, қол көтеріп. Солай бар екен. Халық болды. 20 адам қайдағы халық. Кәке оны бір апта бойы плакаттарды жемқорлыққа қарсылық деген тырнақ тойын сол жерге жазып не үшін тұр анау? Реклама не үшін тұр? Бұл комиссия құрамы аудандық комиссия соны айтып тұр. Осындай күні болады, осындай мәселелерді талқылаймыз деп. Ұсыныстарыңызды айтыңыздар, кандидаттарды деп. Жаннақ ниетін рұқсат болса ей. Бәрімізге де сол ақа. Бұл да онда шаруамыз. Ана неменеге? Су қарғанда неме өз жерге бір кісіні жоқ, жаңа
немене кошкалар. удобрениялар. Удобрениялар. Соны енді біз қайдап чертіп қойдық қой. Ол енді ол маман емес қой, анау қандай неме. Негізі маман бұл жерде ауданда бізде маман болу керек қой. Жаңа химикаттарды не тексереді. Сес сияқты, мысалы сес сияқты неме суларын алып тексеретін, анасын тексереді. Сондай нәрсеге ұйымдастырып, сондай нәрсеге контроль жасау керек қой. Егер алып қалса олар жерді. Оны біз лаборатория жоқ, тіпті алып, суын алып, қалаға жіберіп отыруға болады. Мысалы, экспертизаға. Қызылқайында болған сияқты жер отыру керек қой, осында жеріп, осында қоспай тексереді. Алғанымыз рас деп, сөйтіп жіберу керек онда. Ол үшін онда сенімді өкіл апару. Сенімді, Топырақ төгілсе, басқа топыраққа апарса болады. ол жерде былай ғой, экологиядан адам кетті, өздері келіп қарайды. Өздері келеді, оны бізде апармаймыз. Экологтың былтыр айтқан сөзі бар, сендердің Қызылқайындарда не қызыл кәпкі, не аң жоқ, не өсімдік жоқ деді. Қоспа айтамын. Қоспаларды, химика. Ал біздің үйдіп тұрған ана көңге экологияны бұзады деп штраф салды мысалы. Сиырдың көңі экологияны бұза ма? Экология кім салып жүр? Бізге былтыр салды.